Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз HTML тілі және оның негізгі тектері. Жалпы HTML тілінде бізде веб-бет және веб-сайт деген түсінік бар. Веб-бет дегеніміз бізде www жүйесіндегі жеке құжат, яғни www-мыз бізде World Wide Web, яғни парақшайы бүкіл әлемдік парақша дегенді білдіреді. Ол бүкіл әлемдік өрмектің ең кіші логикалық бірлігі. Веб-бет HTML сөзінің расшифровкасы бізде Hypertext Markup Language тілінде жазылады. Ал веб-сайт дегеніміз бізде бұл серверде орналасқан ұқсас тақырыптар бойынша топтастырылған жеке адамның немесе мекеменің веб-беттер жиыны. Жалпы HTML тілінің бастапқы мәтінді белгілейтін командалары тег деп аталады. Барлық тег бізде ашылу символынан басталады, жабылу символымен аяқталады. Мысалы, HTML және HTML-ды аштық және жаптық. Бұл жерде ерекшелік тек слэш қоюда. Алдына слэш қою арқылы біз HTML құжатын жауып отырмыз. Бұл HTML құжатының бастауы және аяқталуы. Келесі тег атрибуттары бізде ашылу тегтерінің тигізетін әсерлерін түрлендіреді. Атрибуттар немесе сипаттамалар тег атауларын және бір-бірімен бос орын арқылы бөлініп жазылатын қосымша түйінді сөздерден тұрады. Атрибут мәні оның түйінді сөзінен теңдік белгісі арқылы бөлініп жазылады. Мысалы, body, bg color, background color, ұзартылған сөзі. Yellow тырнақшаға алынды, теңмен бөлінді. Text тең blue, яғни бізде фондық түсіміз сарыға және текстіміз көк түске боялсын деген пәрмен беріліп отыр. Келесі HTML құжатының құрылымы, негізгі құрылымы, байқасаңыздар, мына HTML-дан ашылды құжаттың басы, HTML-дан аяқталды. Head бұл біздің құжатымыздың басы. Бұл жерде бұның ішінде титл тегін меншіктейді. Титл бізде жоқтық тек ашылды және жабылды. Бұл бізде веб-беттің атауы, яғни тақырыпшасы тұратын болады. Яғни веб-беттің аты туралы ақпарат берілетін орын болып табылады. Ал body дегеніміз веб-беттің денесі. Осы жерде жұмыс аймағында веб парақта болатын мазмұнның барлығы осы жерде орналасады. HTML тілінде тақырыптардың 6 деңгейі бар. Яғни H1-ден H6-ға дейін. Яғни тақырып деңгейі деп айтып жатқанымыз қаріп өлшемі. H1-ден H6-ның екеуін қойсақ, екеуінің өлшемдері жер мен көкте. Яғни кішіленіп бара жатып, үлкейеді. Сіз тақырыпша жазатын болсаңыз үлкен қаріпті бересіз. Кәдімгі орташа жазуларды сіз H4, H5, H6-ларды қолдана берсеңіз болады. HTML-да жалпы мені HTML, жалпы тақырыбымыз head, терезе тақырыбы, жаңа түсіндіріп өткендей. Мені мына жерде көріп отырғандарыңыздай H1, H2 деген екі түрлі деңгейді беріп отыр. Яғни бірінші деңгейдегі бас тақырыптың мәтіні бізде H1-де жазылып отыр. Өйткені ол үлкен тақырып. Енді подзаголовок деп айтамыз, тақырыптан кейінгі тақырыпты. Ол бізде H2 өлшемімен беріп отыр. Яғни екінші деңгейдегі ішкі тақырып мәтіні осы жерде берілетін болады. P, яғни абзацтан баста мына жолдар 2-3 қатарға бөлініп жазылғанымен, олар бір жолға бірге жазылады. Өйткені P деген бізде бір-ақ рет беріп тұр. Мына қатар егер бөлініп жазылған қалайтын болсақ, P-ді тағы да осы жерге алдына беруімізге болады. Немесе BR-ді берсеңіз болады. P жабу тегін жазбаса да болады. BR 2 жолға бөлініп жазылған. Яғни BR-да бізде абзацқа түсу пәрменін орындатады. Body жабылды және HTML жабылды. Жалпылама бізде құжаттың негізгі тегтеріне осы тегтер жатады. Келесі бізде body тегі және оның атрибуттары. Body тегінде, мысалы, bg color, background color, одан кейін bg properties, pixel, енді alink, vlink, одан кейін бар top margin, bottom margin, left margin, right margin деген сияқты текст, линк деп беруімізге болады. Яғни бұл жерде
түстік фондық түстері, яғни бодида берілетін фондық түстері, одан кейін барып бұның бұрыштама рамкалары, оның жоғары жаққа орналасуы, сол жаққа, оң жаққа орналасуы деген сияқты мәліметтерді орналастыруға болады. Жалпы негізгі тектеріміз осы жерде аяқталды. HTML-дағы негізгі тектер қайтадан бір қайталап өтейік. HTML құжаттың басы, мынау HTML құжаттың аяғы. Head құжаттың басы, бұл жерде басының ішінде head бізде жоқтық тек ашылды және жабылды. Бұның ішіне біз негізі браузердің тақырыпшасы орналастырамыз. Яғни title-тың ішінде браузер тақырыпшасы. Body, яғни денесі осы веб парақшада тұратын дүниелердің барлығы осы жерге орналасады. Және body бізде жоқтық тек слэш арқылы жабылып, құжатымызды HTML тегі арқылы аяқтайтын боламыз. Бүгінге осы, сау болыңыздар.